Қайырлы күн, құрметті ата-аналар. Бүгінгі кеңес беру пунктінде мен сіздермен бірнеше нейрожаттығуларды бөліскім келіп отыр. Сіз бұл жаттығуларды үй жағдайында балалармен жасауыңызға болады. Бірінші біздің жасайтын жаттығуымыз сәлем, сау бол. Яғни қолымызды былай ұстаймыз. Әуелі бір қолымызбен, сосын екінші қолымызбен істеуге болады. Сәлем, сау бол. Сәлем, сау бол. Екінші қолымыз сәлем, сау бол. Сәлем, сау бол. Енді екі қолымызды қатар ұстап, осы жаттығуды қайталаймыз. Сәлем, сау бол. Сәлем, сау бол. Бұл жаттығуды үйреніп кеткеннен кейін мына соңғы саусақтан бастап істеуге болады. Яғни бұл қиынырақ болады басында, бірақ үйренгеннен кейін оңай болады. Сәлем, сау бол. Сәлем, сау бол. Жақсы. Келесі біздің жаттығуымыз шапалақ пен жұмыртық деп аталынады. Яғни бір қолымызды былай жұмыртығымыз түйеміз, екінші қолымызды алақанымызды ұстаймыз. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Міне бұл жаттығуды үй жағдайында балалармен жасауға болады. Сау болыңыздар. Келесі кездескенше.